Сәлем достар, бүгін қызыл бұршақтан сіздермен дәмді сорпа дайындайтын боламыз. Ең алдымен бұршағымызды тазалап, жуып алып, оны мұздай суға 3 сағатқа салып қоямыз. Қазанымызға сиырдың етін саламыз. Менде сүйекті ет болды, оның үстіне 1,5 литр су құйдым. Сөйтіп оған жарты ас қасық тұз салдым. Қайнағаннан кейін көбігі шығады, оны міндетті түрде алып тастаймыз. Сөйтіп баяу отта 3 сағат етіміз жұмсарғанға дейін пісіруіміз қажет. Ал енді көкөністерімізді турап аламыз. Ең алдымен сәбізді осылайынан теркадан өткізіп аламыз. Одан кейін картопты, яғни менде 2 дана картоп, оны осындай көбік етіп турап алу қажет. 3 сағат өтті, етіміз жұмсақ болып пісті. Оны сорпадан вилканың көмегімен ыдысымызға салып қоямыз. Сөйтіп жаңағы турап алған картошка мен сәбізімізді саламыз. Қалауыңызға қарай көкөністерді сала берсеңіз болады. Менде мұздатылған помидор, перец, укроп болды, және де лавр жапырағын салдым. Сөйтіп жаңа суда тұрған қызыл бұршағымызды салып, оны араластырып, баяу отта тағы да 30 минут қайнатып аламыз. Ал енді жаңағы қайнатып алған етімізді суығаннан кейін осылайынан қолмен немесе пышақтың көмегімен турап алып, оны қазанымызға саламыз. Қызыл бұршақтан дайындалған сорпамыз дайын болды. Бұл сорпамыз витаминдерге, коллагенге өте бай, сондай пайдалы тамақ болып шықты. Егер рецепт ұнаған болса, видеоның астына комментарий қалдырып, лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіз.